ілуде біреуге ғана берілетін атақ болатын. Сонау Байғара биден басталған Қараөк ұрпақтың белгісі Сабырбай ақын болса, оның қызы Қуандық қыз өздеріңізге белгілі Абай менен тең дәрежеде сырлас болған парасат иесі. Қуандық Сабырбай қызынан Төлеу ақын, Төлеуге ақындық дарыған дейді. Ұлы Абайдың алдын көрген Төлеу ақынның тағдыры қиындықтарға толы болды. Ол туралы ежіктеп біздің баяндамашылар айтар. Сол кездегі Қарқаралының Дағанды болысында дүние келді. Анасы Қуандықтың арқасында Абай ауылымен етене жақын болып, өзінің қанында бар, және Абай ортасы бар өлең жырға ертеден сусындады. Сонау нағашылары ақтан берді ақтайлақтан басталатын ақындық, шешендік Төлеуді шешесі Қуандықтың сөз өнеріне баулуыменен жалғасты. Кеңес одағы орнаған соң қазақтың көп зиялысы, көз ашық азаматтары сияқты Төлеудің де басына қара бұлт үйірілді. Зобалаң шақтар туды. 1916 жылы жазған Сарыарқа толғауы тағдыр шешті болып, 30 жылдары қайтадан алдына шығады. Сол кезде Төлеуді абаққа қамайды. Патшаға қарсы қаймықпай өлең арнаған үшін 34 жыл түрмеден шыққанмен де оның туған туыстары осы зобалаңнан аман қалмады. Інісі Мұқаш сотталып 31 жыл түрмеде өлді. Жарынан айырылды. Екінші рет отбасын құрып ұрпақ сүйді. 37 жылы тағы да қуғынға ұшырады. Төлеу шекара асып, Ресейдің қазіргі Барнауылға барып тұрақтайды. Сол жақта қой бағады. Соның өзінде туған жеріне қайтуға аңсар ауып жүреді. Мұхтар Әуезовтің демеуіменен, Әрхам Ысқақовтардың көмегіменен елге оралады. Өзінің туған елі Шұбартауға баруға жүрегі дауламайды, өйткені ол жаққа барса тағы да бірін-бірі көзге шұқып көрсетіп отырған қазақ Төлеуді тағы да ит жеккенге айдап жіберуші еді. Содан Шар станциясында тұрақтап қалады. Шар станциясы Төлеуге үлкен құтты мекен болды. Сол жерде ол кісінің кітаптары шықты. Сол кезде елге еленді. Қартайған шағында жақсылық көре бастады. Төлеудің 22 жылдан 41 жыл аралығында қуғында болған кезі шығармашылығының ғалымдар айтады толастаған кезі. Ол кезде шығарма жазуға мүмкіндік болмады. Төлеу ақын 70-тен асқан шағында қайтадан түледі. Бірнеше өлеңдер жинақ болып басылды. Абайдың 100 жылдығына арналған өлеңі шоқтығы биік арнаулардың бірі болып қазақ әдебиетінде қалды. Айтыскерлік шеберлігі бір төбе. Белгілі жазушылар Әуезов, Ғабит Мүсіреп, Жақан Сыздықов, Жамбыл Төлеуге көз тірі кезінде үлкен баға берді. Төлеу 80-нен асқан жасында дүниеден өтті. Осыдан 50 жыл бұрын Кеңестер одағының тұсында Шар ауданында үлкен той өтті. Төлеудің 100 жылдығын тойлаған. Көше берілді, зираты қалпына келтірілді. Мемлекеттің қарауына алынды. Шұбартау елінде ат шаптырып ас берді, мұражайын ашты. Қуандық ақынның мазары тұрғызылды. Міне, содан бері 50 жыл өтті. 50 жылда ел жаңа. Бүгін біз тағы да Төлеу ақынды еске алып отырмыз. Бүгінгі тойға қатысып отырғандарыңызға үлкен рахмет айтамыз.